Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры ашытқымен дайындалады, күшті болып көтеріліп шығады. Бұл пирог барлығына ұнайтыны сөзсіз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқы саламыз. Қант саламыз. Тұз қосамыз. Барлығын араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Ұнымызды барлығын бірден салып жібермейміз, бөліп салатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, көтерілуге 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындайтын боламыз. Майға жуаны және де картопты, етті қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Мен мұнда тартылған ет қолдандым. Және де барлығын до полуготовности пісіріп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды бір үлкен бөлікке және де кішкентай бөлікке бөлетін боламыз. Үлкен бөлігін видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Протеинімізге пергамент қағазын немесе ұн сүйіп аламыз, қамырымыз жауыспас үшін. Қамырымыздың кішкентай бөлігінде дәл солай жайып шығатын боламыз. Енді дайындап алған қамырымызға салмасын салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей жан-жақтарын жақсылап бекітіп шығуымыз керек, көтерілген кезде ашылып кетпес үшін. Жан-жақтарын өз қалауыңыз бойынша түйіп шықсаңыздар болады. Пирогымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай қызарғанша пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир ұстасаңыздар болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады, қамыры күшті болып көтеріліп, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.